Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында ешқандай қоспасыз дайындалатын томат дайындаймыз. Банкіге жауап дайындап қойсаңыздар, кез келген уақытта пайдалана бересіздер. Ол үшін видеоның соңына дейін көріп, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге қызыл болгар бұрыштары қажет. Мен 5 кг қызыл болгар бұрыштарын алдым. Сіздер өздеріңіздің жасайтын көлемдеріңізге қарай алсаңыздар болады. Және сұйық май, және тұз қажет. Бар болғаны 3 заттан ғана тұрады. Ең алдымен қызыл болгар бұрыштарын жақсылап жуып, видеодағыдай тазалап шығамыз. Ішіндегі дәндерін алып тастаймыз. Барлығын тазалап болғаннан кейін еттартқыштың көмегімен өткізіп аламыз. Қызып тұрған табаға сұйық майды құйып, қыздырып болғаннан кейін артынан өткізілген қызыл болгар бұрыштарын салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін баяу отта шамамен 1 сағат уақытта қайнатамыз. Арасында бірақ міндетті түрде араластырып тұруымыз қажет, себебі асты жабысып қалуы мүмкін. Егер де осылай қатты қайнап жататын болса, тағы да отты баяулатсаңыздар болады. Бірақ араластырып жатқан кезде міндетті түрде абай болыңыздар, қолдарыңыз күйіп қалмасын, себебі атқылауы мүмкін. Бір қайнағаннан кейін тұзды салып, жақсылап араластырамыз. Тұздың мөлшерін өздеріңіздің қалауларыңызға қалай саласыздар. Мен бұл жерде 40 грамдай тұз салдым 5 кг-ға. Егер де қатты тұздылықты қажет қылатын болсаңыздар, көбірек салсаңыздар болады. Егер тұзды ұнатпасаңыздар, сәл азайтып салсаңыздар болады. Арасында міндетті түрде араластырып тұруымызды ұмытпауымыз қажет. Дайын болған томат дәл осындай әдемі түске енуі қажет. Шамамен 1 сағаттай уақытта қайнаттым. Қолдануға ыңғайлы болу үшін осындай кішкентай көлемді банкілерді пайдаландым. Кез келген банкіні пайдалана берсеңіздер болады, бірақ кішірек болса өте ыңғайлы болады. Банкілердің булаудың ең оңай жолы духовканың ішінде булау. Ең біріншіден уақыттарыңызды үнемдейсіздер және өте тез дайын болады. Верх-вниз режимінде 130-140 градуста 10-15 минуттай булап аламыз. Үлкен көлемді банкілерде дәл осылай буласаңыздар болады, бірақ олардың булау уақыты сәл көбірек болады. Барлығын видеоның астына жазып кететін боламын. Банкілерге томатты құйып шығамыз. Дайын болған томаттарды тоңазытқышта немесе салқын жерде сақтаймыз. Дайын болған банкілерді төңкеріп, орамалмен орап, жылы етіп 1 күнге қалдырып қоямыз. Егер видео сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын!